Адамзаттың тарихында біздің планетамызда 100,8 миллиард адам дүниеге келіп дүниеден өткен. Осы цифр жыл сайын 0,8%-ға ұлғаюда. Адам өлгеннен кейін оның денесіне не болады? Шынымен де жақын арада планетада адам жерлейтін орын қалмайды ма? Адамның жүрегі тоқтаған кезде адам денесі шірімей тұрып бірнеше этаптан өтеді. Өлімнен кейін денедегі қан мәйіттің астыңғы бөлігіне жинала бастайды. Сондықтан дененің осы бөлігіндегі тері 10-15 сағат өткеннен соң түсін өзгертеді. Өлімнен соң мәйіт бұлшық еті толығымен босаңсып, 2-3 сағат өткеннен кейін керісінше қатаяды. Осы процесс денедегі барлық бұлшық етте жүреді. Бұл процестің ұзақтығы өлген адамның жасына, жынысына және қоршаған ортаға байланысты. Дененің температурасы қоршаған ортаның температурасына дейін төмендейді. Одан кейін шіру басталады. Оның жылдамдығына көптеген факторлар әсер етеді. Осы факторлар жайлы айтылған Каспер заңы атты еңбек бар. Онда, егер де барлық факторлар бірдей болса, ауада мәйіттің шіруі суға қарағанда 2 есе, ал жердегі қарағанда 8 есе жылдам жүзеге асады делінген. Топырақтың қышқылдығы да сүйектің сақталуына әсер етеді. Қышқылдығы pH 5-тен төмен жерде сүйек жылдам шіріп жоғалады. Ал бейтарап ортада немесе pH 7-ден жоғары сілтілі топырақта қаңқа ғасырлар бойы сақталынады. Адамзат тарихында қаншама мәдениет өмір сүрсе, соншама жерлеу рәсімдері болды. Неандерталдықтар жерлеу кезінде мәйітті белгілі бір дене қалпында жатқызып, денені бояп әшекейлеген. Дәстүрлі христиандықта мүрдеге көйлек немесе костюм кигізіп жерлейді. Ал мұсылмандар мәйітті кебінге орап, басын Меккеге қаратып жерлейді. Дәстүрлі индуистер мәйітті өртесе, ал зороастризм дінін ұстанушылар мәйітті мұнара басына жатқызып, өлексе жегіш құстарға жем қылады. Өндірістік революцияға дейін жерлеу рәсімдері қолжетімді әрі қарапайым еді. Қазіргі кезде адам саны көп қалаларда жерлеу рәсімін өткізу қымбатқа түседі. Тіпті жерлеу рәсімдерінің ішінде қолданылуы бойынша екінші орын алатын кремацияның өзі қымбат тұрады. Адам жерлейтін орын жетпейтін уақыт келе ме деген сұраққа келсек, жуықтағы 100 жыл ішінде ең ірі қалаларда адам жерлейтін орын қалмайды. Ал Лондонда бұл проблема 2035 жылы қылаң беруі мүмкін. Көп орынды қажет етпейтін басқа жерлеу әдістері бар ма екен? Кейбір елдерде зәулім зираттар салынған, ал кейбір елдерде мәйіттің қоршаған ортамен байланысына мән беріледі. Мысалға, промессия дегеніміз денені кептіріп, ұнтаққа айналдырып, су топырақ қосып қарашірікке айналдыру. Осы әдістермен қоса экологиялық жерлеу түрлері де бар. Экологиялық жерлеу кезінде биошірінді табыттар, саңырауқұлақ өсетін күлге арналған урналар және саңырауқұлақ споралары қолданылады. Адам денесінің қалған күл мен цементті араласып, рифтерді түзуге болады. Уақыт өткен сайын жерлеу рәсімдері де эволюцияланып келеді. Өлім барлық тіршілік иесінің ең соңғы аялдамасы.